Hello everyone. The theme of our lesson unbelievable. Today we speak about past perfect. Сәлеметсіздер ме, құрметті қатысушылар? Бүгінгі біздің тақырыбымыз невероятно, мүмкін емес де, және бүгінгі сөйлейтін тақырыбымыз past perfect. Past perfect дегеніміз бұл өткен шақтың бір түрі, және бұл өте сондай қызықты тақырып. Қазір мен сізге оны түсіндіріп беремін, не екенін. Құрметті қатысушылар, енді past perfect түсіндіру үшін платформадан шығып, қазір біз өзіміздің тақтамызға барайық. Тақтамызда past perfect дегеніміз не, past perfect қалай жасаймыз, сол туралы сөйлейміз. Енді біздің қазақ тілінде болған осындай нақты аудармасы жоқ, бірақ та бұл past perfect дегеніміз бір бәлендей бір уақытқа дейінгі біткен немесе орындалып кеткен өткен шақты белгілейді. Мысалы by 1994 деген 1994 жылға қарай к этому ол атақты суретші болды. He had то есть became үшінші формасы famous artist. Ал енді сіздер көріп тұрсыздар, by дегеніміз к этому году, 1994 жылға қарай, ол яғни бізде қандай болды? Атақты суретші болды дейік. Құрметті қатысушылар, бұл формасы қалай жасалатын бірінші мен сіздерге формасын түсіндіріп кетейін. Одан кейін қалай біз оны қолданамыз, қай жерде қолданамыз, соған және бірнеше мысалдар келтіріп кетеміз. Ал құрметті қатысушылар, бізге есімдіктер керек. I had. Мысалы, мен play деген етістікті алайын. Play деген етістік ойнау болса, I had played. Мен уже ойнадым, өткен шақта. You had played. He had played. She had played. It had played. We had played. You had played. They had played. Бұл бізде болымды түрі, which is a positive thing, and we have a negative form and equation form. Сонымен қатар бізде онсыз түрі бар, және сұраулы сөйлемнің сұраулы түрі бар. Енді біз қалай болымсыз түрге айландырамыз? Болымсыз түрге айландыру үшін, мен қасына минус қойып, және оны астына түсірейін. Біз өзіміздің қосымша етістігіміз hadтан кейін, основной етістікке, бастапқы етістікпен жаңа қосымша етістіктің арасында not деген қосымшаны қосамыз. I hadn't played. You hadn't played. He hadn't played. She hadn't played. It had played. және көпше түрде. We hadn't played. You hadn't played. And they hadn't played. Мінекей, болымсыз түрінде біз яғни қосымша етістіктен кейін нотты қосып отырдық. Енді мен мына жерге жаза қояйын. Бізде сұраулы сөйлем, сұраулы сөйлем қойырсады. Ағылшын тілінде сұраулы сөйлем, енді сіздер білесіздер, шақтарға келгенде, уақыттарға келген кезде біз өзіміздің қосымша етістігімізді және есімдіктің орнын ауыстыра саламыз. Бұл had I played. Had you played. Had he played.
Had she played? Had he played? Had we played? Had you played? Played and had they played. Бұл біздің формамыз. Бұл бізде құрметті қатысушылар дұрыс етістікпен берілген. Сіздер білесіздер, дұрыс етістікте біз өткен шақта еде деген қосымшаны жалғаймыз. Ал бұл дұрыс етістік. Ал енді егер де бізде бұрыс етістік болса, құрметті қатысушылар, біз жаңағы became үшінші формасını қолданамыз. Begin, began, began, мысалы үшінші формасын. Енді құрметті қатысушылар, біз қазір сіздермен біраз сөйлемдер құрайық. Сол осы бұрыс етістікпен де және дұрыс етістікпен де. Ол үшін мен өзімнің енді осында алып келемін. Бірінші сөйлем бұрыс етістікпен құрайық. Неге? Себебі біз дұрыс етістікке идеті қоса салумен жасаймыз, ал бұрыс етістік бізге кішкене қиындау. Мысалы, қандай да бір картина сағат 10-ға таман немесе 10-ға таман салынып болды дейік. Қандай да бір картина, picture, сурет. Енді біз бұл жерде had'ты қосамыз және been болды ғой, было. Had been, be'дің білесіздер, be, was, were, been үшінші формасы бізде been, сондықтан been'ді қолданамыз. Been painted by 10 o'clock. 10-ға дейін беріп па? К 10 часам. Мен даже көтере қояйын. Сізге бәрі түсінікті болу үшін. К 10 времени кеттік. Мысалы, біз айттық, бұл past perfect дегеніміз бір іс-әрекеттің алдында болған іс-әрекетті сипаттаймыз дедік. Мысалы, мен айтайын, ол үйге келген кезде біз ойнап болдық. Мы играли, прежде чем она вернулась. Ол үйге келгенге дейін біз ойнап қойдық. Ойнап қойдық, содан кейін, мысалы, біз уже демалып отырғанда ол келді, мысалы. We had played. Көрдіңіздер ғой, playға біз идене қосамыз. Before she came, мысалы, үйге келгенге дейін, артқа қайтқанға дейін біз оны не қылдық. Хорошо. Немесе қандай десек болады? Мен өзімнің телефонымды тапқанға дейін ол қыз жаңағы хатты жазып қойды дейік. Бізде енді before деген прежде немесе by деген осындай предлогтар роль ойнайды. Енді қараңыздар. Она закончила написать письмо, или она закончила письмо прежде чем, да, перед тем, как я нашел свой телефон. Енді мен айтамын, she had finished. Неге finished? Себебі бұл дұрыс етістік, the letter. Before, прежде чем, I found, өткен шақта, I found my phone. Құрметті қатысушылар, енді бұл жерде қараңыздар. Екі сөйлемде, яғни өткен шақта қолданып тұр. Өткен шақта қолданып бірінші сөйлеміміз біздің past perfect болса, екінші сөйлеміміз бізде міндетті түрде қандай болып тұр? Past simple болып тұр. Соған мән беріңіздер. Мысалы, мен бүйтіп айтайын. Мен оған бұл әңгімені айтып, қазақша кішкене келмейді. Я рассказала это, например, ей историю какую-то к тому времени, как мои родители позвонили. Менің ата-анам звондағанға дейін мен оның әңгімені айтып қойдым. Вот енді I had told, бұл жерде біздің бірінші сөйлеміміз, яғни past perfect болады. Here, the story, к.
the story. К тому времени, где by the time, например, my parents called. ата-аналарым звондағанға айтып қойдым. Немесе бұл кітап 2000 жылға дейін жазылып қойған, иә? Мысалы айтайық. The book had listed wrote written, иә? By 2000. Мінекей. Енді сіздер көріп отырғандай before, by деген сөздер болған кезде біз past perfect'ті қолданамыз. Мысалы, қандай сөйлемдер айтсақ болады сіздерге? Он выгуливал собаку, когда произошла авария. So he had walked the dog. Когда, when, көрдіңіздер ғой, тек қана by немесе before емес, сонымен қатар when accident happened. Бұл жерде уже when-ді қолдану арқылы біз яғни past perfect'те қолданамыз. Сонымен қатар already деген сөзіміз бар. Already деген сөзді қолдану үшін например, что письма уже были отправлены кем-нибудь. We hope that letters, yeah, the letters had been уже already sent. Yeah, құрметті қатысушылар, біз көріп тұрғанда already, when, by, before, after деген сөздерден кейін міндетті түрде past perfect'ті қолданып отырамыз. Әрдайым қолданып отырамыз. Енді бұл мысалы болымды сөйлемдер, енді болымсыз сөйлемдерді, яғни ауызша айтып кетейік. Мысалы, она не закончила домашнюю работу, когда мы домой вернулись дейді. Мысалы, сол сөйлемді айтайық. She hadn't finished her homework when we came back. Came өткен шақта, пока мы не вернулись. Ал егерде we came back болса, онда бізде бұл present perfect болып кетеді. Немесе when дегенмен бізде болымсыз сөйлемнің барлық көбінесе when дегенмен кетеді. Мысалы by дегенде бар. Я еще не продал машину к тому времени. I hadn't sold. Значит, біз үшінші формасы sold деп аламыз, иә? I hadn't sold the car by the time. К тому времени дейді мысалы. Немесе before мен бір сөйлем алайық. Мы не решили спор дейді до начала шоу. We hadn't decided the dispute before starting the show. Мінекей, сіздер көріп отырғандай, before мен де алдық, by мен де алдық, when мен де сөйлемді, болымсыз сөйлемді құрадық, иә? Енді давайте сұраулы сөйлем тоже бір-екеуін құрай қояйық. Мысалы, вы поужинали до того, как, например, Аслан или как Дамир сделал уроки деке. Had you, сіздер білесіздер, бізде had you eaten, yeah, your dinner before Damir did the lesson. Немесе, how many times had she been to Finland by the time? Ол қанша рет болды, иә? How many times had she been? Қанша рет болды Финляндияда к этому времени? Деген сияқты, мінекей біз осындай сұраулы сөйлемдерді құрай аламыз. Ал құрметті қатысушылар, енді біздің платформамызға барайық. Платформамыздағы бірінші тапсырмамызды орындайық. Қазір мінекей ашайын. Бірінші тапсырмамыз біздің listening. Яғни тыңдалымды ашыңыздар. Осы тыңдалымда бірінші тапсырманы орындайық.
Мінекей мына жерде аудионы тыңдайсыздар. Мынау бос жерлердің орындарын толықтырасыздар, иә? Бұл біздің жұмысымызды жасайсыздар. Осы жұмысты, яғни платформада жасайсыздар. Бұл видеоны қарап тұрғаннан кейін сразу жасағандарыңыз абзал. Екіншісі бізде writing. Writing тапсырмасын ашамыз. Мына жерде сөйлемді өздеріңіз жалғастырасыздар. Мынау сөйлемді өз ойларыңызбен жалғастырасыздар. Жалғастырып болғаннан кейін келесі тапсырма спикингқа көшеміз. Спикинг бізде сөйлеу. Мынау сөйлеуде мына жерде қазір сурет шығады. Мына суреттегі сөйлемдерді мына сөйлемдермен сәйкестендіресіздер. Сәйкестендіріп айтасыздар. Мысалы, бірінші суретте осындай ер адам осындай нәрсе істеп жатыр, иә? Оған мысалы ат қоясыздар бұл суретке деген сияқты. Келесі reading, яғни оқылым. Оқылымды ашайық. Бұл жерде мына тақырыпты жақсылап тұрып оқисыздар. Оның астындағы 5 сұраққа жауап бересіздер. Тақырыпты міндетті түрде аудармасын мынау видите ответ деген жерге жазасыздар. Және соңғысы бізде homework. Үй тапсырмасын білесіздер. Үй тапсырмасында бізде оқылым, жазылым, сөйлеу және тыңдалым барлық қабілет бар. Сол себептен мына аудионы тыңдайсыздар. Осы аудионы тыңдап болғаннан кейін бос орындарды толықтырып шығасыздар. Бос орынды толықтырып болғаннан кейін келесі тапсырмамызға көшеміз. Оның астыға қарай түсіресіздер. Бұл жақтан шығудың қажеті жоқ. Мына жерде мінекей дұрыс, иә, қараңыз, дұрыс сөйлемдердің ішіндегі қателерді табуымыз керек. Мына сөйлемдерде мысалы қандай қате бар, және оны біз дұрыстаймыз. Жақсы, иә, оны сөйлем берілген. Мысалы, өздеріңіз қараңыздар, бізде өткен шақта берілген сөйлемдер. Мысалы, yet дегеніміз қандай кезде қолданылады. Сол себепті мұқият болыңыздар. Жақсы. I had remembered that I left the iron switched on дейді. Құрметті қатысушылар, келесі бізде speaking. Speaking'та мына аудионы мұқият қарайсыздар. Осы аудионы қарап болғаннан кейін астындағы 5 сұраққа жауап бересіздер. 5 сұраққа жауап бергеннен reading'қа көшеміз. Reading'та мына текст берілген. Осы текстті мұқият оқимыз және астындағы сұрақтарға жауап береміз. Бұл тесттің астындағы сұрақтарға жауап бергеннен кейін сіздерге жаңағы предполагаемый бір варианттары беріледі. Сол варианттарды алып болғаннан кейін өздеріңіз туралы бір қызықты не оқисыздар. Мәлімет, сіздің денеңіздің жасы қандай, қаншада деген яғни сондай бір мәлімет беріледі. Осы сұрақтарға жауап беру арқылы сіз өзіңіз мысалы 10 барлығына А деп жауап бересіз, мүмкін барлығы Б деген сияқты, немесе 5А, 5Б деп бөлінген кезде осындай бір қызықты деректер жіберіледі сіздерге. Құрметті қатысушылар, енді егер бүгінгі сабақ бойынша сіздердің сұрақтарыңыз болса, немесе платформа бойынша сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде бізге чатқа жазыңыздар, біз жауап беріп отырамыз. Және де күнделікті сіздерге жіберіліп жатқан ссылка бойынша кіріп, өздеріңіздің ағылшын тілдеріңізді дамытыңыздар, көтеріңіздер және оны әрдайым практиковать етіңіздер. Егер сіздердің сұрақтарыңыз жоқ болса, осымен біздің бүгінгі сабағымызды аяқтайық. Thank you for you. Goodbye.